Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ең сүйікті семена чияны дайындайтын боламыз. Өте дәмді, бір жегеннен жегіңіз келе беретін болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысымызға 2 ас қасық семена чияны саламыз. Үстіне йогурт қосамыз. Греческий йогурт бар болса тіпті жақсы, немесе болмаса кез келген йогуртты қоссаңыз болады. Мен өзімнің осы чиямды бір түн сақтадым. Мынаны араластырамыз. Себебі олар үлкейіп, өзінің заттарын бөледі. Бір түнге қақпағын жауып қойсаңыз болады. Енді бананымыздың сыртын ашимыз, бөлікке бөліп, жақсылап вилкамен езіп шығамыз. Келесі күні осы чиямның бетін ашып, банандарды орналастырамыз. Сіз бір түн күтпей 40-50 минуттай ұстасаңыз болады. Ол кезде де семена чия өзінің заттарын сыртқа бөледі. Бетін әдемілеп өзіңіздің сүйікті жемістеріңізбен әрлеңіз. Мен өзі мандарин жақсы көремін, және де бананмен әрледім. Өте дәмді рецепт. Бұны күнде жегіңіз келеді. Бір рет жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сіздермен болған Жамиля. Келесі кездескенше.